Саламатсыздар ма балалар? Математика пәні 62-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзіңді тексер. Жиын және оның элементтерін белгілеу, тиісті және тиісті емес таңбалары. Бірінші есеп, суреттегі жиындарды ата. Суретке қараймыз. Қандай жиын көп? Топтар, алмалар, шарлар, бактерлер және жапырақтар. Д доптар жиында 2 элемент бар, А алмалар жиында 3 элемент бар, С шарлар жиында 5 элемент бар, Ф дәптерлер жиында 3 элемент бар, Б жапырақтар жиында 5 элементтер бар. Енді осы жиынның бәрін біріктіретін болсақ, Е заттар жиыны пайда болады және онда 18 элемент болады. Диаграммаларда бейнеленген жиындардың элементтерін зертте. Осы екі жиынның бірігу немесе қиылысу операцияларының диаграммаларын құр. Диаграммалар бойынша өзің сұрақтар қой. Енді қараймыз балалар. Бізге берілген екі жиын. Енді осы екі жиын қиылысқан уақытта бізде қараймыз, қиылысқан жерінде екі бірдей қызыл дөңгелек, екі бірдей көк дөңгелек және екі бірдей жасыл үшбұрыш. Ал сыртта бір шаршы, бір үшбұрыш және бір сары дөңгелек. Ал біріккен кезде қараймыз. Көк шаршы, жасыл үшбұрыш, қызыл шаршы, сары дөңгелек, қызыл дөңгелек және көк үшбұрыш. Бұл бірігу диаграммасы. Ал енді сұрақ қойыңдар дейді. Екі жиынға тиісті элементтерді ата. А жиында неше элемент бар? Ал үшінші тапсырмаға қараймыз балалар. А, Б, С, Д, Е, Ф. Бұл М элемент. М жиынның элементі. Ал Л, К, М, Н, О, П, Р П жиынның элементтері. Дәптерге осы диаграмманы сал және оған жиындардың элементтерін жаз. Әр жиынға тиісті 3 элементтен жаз дейді. Мінекей М жиыны және П жиыны. Және екі элементке де тиісті жиындар қиылысқан жерінде. Мінекей қараймыз. А М жиынына тиісті, Е М жиынына тиісті және Д М жиынына тиісті. Л П жиынына тиісті, М П жиынына тиісті, Р П жиынына тиісті екен. Партаның үстінде екі-екіден көк, жасыл және қызыл қарындаштар жатыр. Осы қарындаштарды екі-екіден таңдау нұсқаларын жалғастыр. Кестеге жаз дейді. Мінекей. Көк, көк, жасыл, жасыл, қызыл, қызыл. Көк, жасыл, көк, қызыл, жасыл, қызыл. Жасыл, көк, қызыл, жасыл, қызыл, көк. Екі-екіден таңдау нұсқаларын толықтырдық. Ал Ә нұсқасында 3-тен таңдау нұсқаларын 12 нұсқасын жаз дейді. Бастаймыз. Қызыл, жасыл, көк, қызыл, көк, жасыл. Көк, қызыл, жасыл, көк, жасыл, қызыл. Жасыл, қызыл, көк, жасыл, көк, қызыл. Көк, көк, жасыл, көк, көк, қызыл. Жасыл, жасыл, көк, жасыл, жасыл, қызыл. Қызыл, қызыл, көк, қызыл, қызыл, жасыл. Бұл бізде 3-тен таңдаудың 12 нұсқасы. 5-ші тапсырмаға қараймыз, жалған пікірлерді тап. 3 пікір берілді, бір жылда 24 ай бар дейді. А нұсқасында 10 сантиметр 1 дециметрге тең дейді. Б нұсқасында 2 мен 9-дың қосындысы 12-ден артық дейді. Ал енді жеке-жеке тоқталамыз. Бірінші нұсқасында бір жылда 24 ай бар дейді. Балалар, еске түсіреміз, бізде бір жылда неше ай бар? Дұрыс айтасыздар, 12 ай бар. Ендеше жалған пікірді жазып қоймыз. Бізге тапсырма жалған пікірлер тапты. Ендеше бір жылда 24 ай бар, бұл жалған пікір. Бір жылда 12 ай бар. Ә нұсқасына қараймыз, 10 сантиметр 1 дециметрге тең. Бізде 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Ендеше бұл ақиқат. Бұл нұсқасына қараймыз, 2 мен 9-дың қосындысы 12-ден артық. 2-ке 9-дың қосындысы 11. Ендеше бұл да жалған пікір. Жазамыз, 2 мен 9-дың қосындысы 12-ден артық. Бұл жалған пікір. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымыз жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.